Дарикош екеумізді Моншаға алып барып демалып қайтамыз деген еді. Моншаға барғаннан бастап қайтамыз дегенше Айдардың отбасын жамандап әңгімесінің соңын ол жігітке жолама деп аяқтады. Әпкем маған: сен ондай жаман жігітке қимаймын, сен өте жақсы қызсың, Айдар сені қорғылады, жігітті өзім тауып беремін деп тағы да шегелеп тұрып ескерткендей. Онсыз да Айдармен арамыз суықтап бара жатқан. Әпкемнің сөздерінен кейін Айдарға агенттен қош бол, бақытты болғайсың деп жазып жібердім. Сол арада ауылдан анам звондап тез қайтуымды өтінді. Әкем жаман судан есі ауып ауруханаға түсіпті. Ауылда сет жоқ, болса да биік жер іздеп әуре боласың. Әкем қалалық ауруханаға 2 ай жатты. Анам әкеме тамақтасып, мен үйде бауырларымның қасында болдым. Мені қанша іздесе де таба алмаған Айдар бірнеше рет звондапты. Агентте қайта-қайта жаза берген. Соңғы сөзі сені шын сүйдім дегені әлі есімде. Одан кейіндері мүлдем агентке кірмеген, звондамаған. Өлім құшыпты. Жолдастарымен демалуға көлге барып, өзіне қол жұмсап суға батқан, немесе ажалы келіп су түбіне кеткені. Өлім себебі мәңгі жұмбақ. Естігенім суға батып кетіп ажал құшты дегенді. Әпкем айтқанда еріксіз көз жасым тыйылмай шай ішіп отырған жерімнен тұрып кеттім. Әкемнің жағдайы жақсарып, әпкемнің үйіне қайта келген едім. Мен кеткен бойда әпкем басқа қалада тұратын қайнысын алдыртыпты. Менен 10 жасқа үлкен сұр бойдақ, жездемнің туған інісі. Жездем сияқты ол да жуас. Мен облысқа пойызбен келетін болдым. Кешкі 8 шамасында түсетін болғандықтан құда бала мен Дарикош күтіп алатын болды. Пойыздан түскенде құда бала менімен сыпайы түрде амандасып, менен көзін алар емес. Сол күні әпкем ет салып, дастарханды жайнатып қойыпты. Шай үстінде ауыл жаңалықтарын сұрап жақсы отырған едім. Әпкем сәл даусын бәсеңдетіп, көрші жігіт Айдар деп өлім құшқанын айтып салды. Сол күннен соң менде іштей күйзеліс, өзімді кінәлі етіп, неше түрлі ойлармен өзімді жеп барамын. Әртүнді Айдарды түсінде көріп жылап шығамын. Таңертең көзім ісіп, таңғы астық жеуге зауқым болмай, тілі жоқ робот секілді сол баяғы үйдің тірлігін жасап кешке дүкенге шығамын. Құда бала менен 10 жасқа үлкен, түрі ересектеу, десе де есі бар еркек. Әріден мені жұбатып жүргендей, әр нәрсені айтып, мені сөзге тартып жүрді. Сәлде болса көңілімді көтеріп, өткенді ұмытуға талпына бастадым. Келер жылы оқуға түсуім керек деген арманымды қайта қолға алып, үлкен кітапханадан кітаптар алып өзімді жігерлендіріп қоямын. Бұлай құда баланың сөздері салмақты, артық ойы жоқ жақсы жігіт. Оның менде көңілі барын алғаш көргенде байқадым. Бірақ мен үшін ондай үлкен жігітпен отбасы құру ұят нәрсе сияқты. Бұлай құда баланы аға секілді көрдім. Күндер өтіп жатты. Құда баламен араласып, еркін сөйлесе бастаған кезім. Ол менің үй жинап, тамақ істегеніме риза болатын. Ал Дарикош ақ саусақты королева. Бірде әпкем ата енесінің үйіне Құран оқытатын болды. Дарикошты үйге, дүкенге бас-көз боласың деп, мені ата енесінің үйіне басқа апарды. Алыс жол, 7 сағат жүрген шығармыз. Мені өзіне көмектеседі деп апарған. Әпкемнен басқа келіндері жоқ. Әпкемнен ата енесі үлкен кісілер. Сондай әдемі қартайған. Олар бір көргеннен қатты ұнады. Атасы палау басып қойыпты. Үлкен кісілер болса да үйлерінде тап-таза ұстайды екен. Тамақша ішіліп, әңгіме арасында енесі: келін, мына қайныңа қашан қыз тауып бересің? 30-дан асып барады, деп әңгіменің бір үшін шығарып қойды. Әпкем: мама, оның сүйген қызы бар. Жақында сүйіншісін аламыз сізден деп күліп маған қарады. Мен біртүрлі болып қалдым. Бірақ менің не қатысым бар деп ойлап қоямын. Құда баланың түріне қарасып, ұялып төмен қарап отыр. Кешке қарай мал сойылып, қамыр иленіп, ертеңгі күнге дайындалып жаттық. Әпкемнің орамалын тағып, бауырсақ пісіруге шықтым. Әпкем жездемді алып затқа кетті. Мен құда баламен үйде екеулеп бауырсақ пісіріп жаттық. Сыртымыздан қарағанда кәдімгідей ерлі-зайыптылар сияқтымыз. Әпкемнің айтқаны құлағымнан кетпей, құда балаға: сіздің қызыңыз бар екен ғой, тойыңыз қашан? Тойға бармағалы біраз болды деп қалжыңдай сұрадым. Ол ұялып қалғандай не дерін білмей төмен қарап сәлден соң: мен сені бір көргеннен ұнаттым. Тек саған қалай айтарымды білмей жүр едім.
Қыз болмасаң да әйел ретінде қабылдаймын дей бергенде ашуланып кеттім. Тұра тұршы, қыз болмасаң дегеніңіз қалай? Мені есік көрген деп тұрсыз ба? Деп даусымның қалай қатты шыққанын білмей қалдым. Ол өзінің айтқаны емес, Дарикоштың айтқанын айтты. Мені ұнататынын, әйел еткісі келетінін әпкеме айтқан екен. Бұл сөзді Дарикош естіп, ол қыз Айдармен жатып тұрып жүргенін талай көргем деп сыртымнан біраз әңгіме айтыпты. Ал мен құда балаға неге ақталғанымды білмеймін. Алла куә, мен ондайға баратын адам емеспін. Арым таза, табалдырық аттасам да басымды көтеріп аттаймын деп айтқанымда ол күлімдеп, бәсе, сен ондай емес екеніңді біліп едім. Ертең менің әйелім боласың ғой, иә, сені еш уақытта ренжітпеймін деп сөзін қайта жалғап, менің ойлануым керек деп үнсіз қалдым. Әпкем мені сыртынан сатып жібергеніне енді көзім жеткендей. Мені өзіне келін етпек. Қалай болса да қашып кетуім керек. Ешқандай сезім болмай, оның үстіне жасы үлкен, тұрмысқа шыққым келмейді. Менде артық ақша болмай, ойыма келгені телефонға едinize саламын деп құда баладан ақша сұрадым. Қалтасынан 5000 теңге суырып берді. Мына ақша көп, 1000 теңге болса жетеді, сосын қайтарамын деп әшейін айтып жатырмын. Құда бала ақшасымен өзіне қаратқысы келді масыра. Ала бер, артығына мороженое аларсың деп өзінше мәз. Дүкенді көрсетіп жіберші деп өтінген болдым. Еріп барайын, адасып кетерсің деп барғысы келіп тұр. Жоқ, өзім барғым келіп тұр. Дүкенде тиіп тұр екен. Қазір келемін деп тайып тұрдым. Дүкен жақын жерде. Көздерімен құда баланы аңдып қарап қоямын. Жолым болып таксиде келіп қалды. Ештеңеге қарамай вокзалға тарттым. Үстімде қалат бар. Асық қалатын шешуді ұмытып кетіппін. Үстім май болып қалар деп бауырсақ пісіргенде кигенмін. Вокзалға келсем, пойызда жүргелі тұр. Әр вагонға барып жалынып жүрмін. Билет салып кетші деп. Ешкім алмайды. Сонан соңғы вагонға барғанымда үлкендеу провайдник әйел тұр екен. Алып қашудың құрбаны болып, қашып бара жатқанымды жылап айтқанда түсініп, өзіміздің облысқа дейін пойызбен келдім. Ал менің жоғалып кеткені үлкен шу болды. Облысқа келіп, ауылыма қарай жол тарттым. Үйіме жете сала, жылап бәрін айтып, әпкемді анам түгін қоймай ұрсып, бәрінің быт-шыты шықты. Ол ештеңе емес. Менің қашып келгенімді туыстарым жырғылып, онан ауыл естіп, ең аяғы мені бүлінген қыз ретінде өсектер жайылды. Ең ауыр тигені әкем намыстанып өзін өлтірмекші болды. Сондай қиын жағдайда қалғанмен Құдайды қарғадым. Жатсам да, тұрсам да, Алла, сен әділетсізсің. Менің өмірімді құрттың. Қарғыс атсын сені. Алла жоқ бұл өмірде деп түні бойы жылаумен шығатынмын. Ауыл қатындары мені әбден атышулы қылып шығарған соң, әйел жіберген, әйелі қайтқан еркектер, қолымды сұраушылар көбейді. Олар үйге келгенде жынды адамша жылап, айқайлап қуып шығатынмын. Мені осыдан кейін ауруға теңеп, жынды деген атауға ие болдым. Үйден шықпайтын үй күшік болып, оқуға тапсыратын күнім жақындады. Бұл жолы анамның кіші сіңлісі Астанада жұмыс істейтін. Соған еріп Астана қаласында оқуға тапсырып көрдім. Тағы түспей қалдым. Тағы да күйзеліс, өлгім келді. Өйткені үнемі жолым болмай жүрді. Тағы да сол Құдайды қарғаумен болдым. Солай есеңгіреп жүргенде Алла маған ескерту берді. Анамның сіңлісі күйеуден ажырасқан, бір баласы бар, үлкен маркетте бухгалтер болып кассада жұмыс жасайтын. Мені де қасына алып жұмысқа үйретіп жүрді. Бірақ менде еш құлшыныс жоқ. Бір күні демалыс алдық. Күні бойы қыдырып, түскі сағат 5 шамасында келіп, шешініп жатып ұйықтап кетіппін. Сол уақытта алғаш және соңғы рет бастырылған күнім шығар. Кенет үстіме өте ауыр күш тынысымды тарылды. Түтін секілді қап-қара бірдеңе отыр. Екі құлағым жиі шыңылдап, шыңылдаған сайын жаным ауырып, белгісіз күйге түстім. Ойыма тек мені арғы дүниеге әкеткелі жатқандай сезімде жатырмын. Айқайлайын десем, даусым шықпайды. Аяқ қолым істен шыққан. Тағы да түтін секілді екі аппақ нәрсе бұрышта маған қарап тұрғандай. Қарайын десем, көзімді ашуға мүмкіндік жоқ. Құлағым шыңылдағанда бүкіл өмірім кино, пленкадай өтіп жатты. Сол кезде ойыма тек Алладан кешірім сұрау келді. Шынымды айтсам, бисмилла деген сөзі тілімнің ұшында тұрса да қалай айтуын ұмытып қиналып жаттым. Кешірші Алла деген сөзді жылап айтып жаттым.
Әрең дегенде бисмилла деп 3 рет қайталағанда әлгі көрініс көз алдымнан жоғалды. Одан кейін арада 11 жыл өтсе де ешқашан бастырылып көрмедім, Аллаға шүкір. Сол күннен соң менің аузымнан бисмилла түспейтін болды. Тірі болып өмір сүргенім үшін жатарда үнемі Аллаға шүкіршілік етемін. Бұл мен үшін үлкен сабақ болды. Ары қарай менің жолым ашылып, әп-сәтте сауда орталығына бас бухгалтер болып жұмыста беделді болдым. Солай тек жұмыс істеп жүріп, өз бизнесімді аштым. Ауылға бармаймын. Әке-шешем өздері келеді мені іздеп. Бауырларым да есейіп қасыма жұмысқа келді. Мен пәтер алып, бауырларыма қамқор болдым. Анам байғұс қаншама рет тұрмысқа шығуымды айтатын. Солай жүргенде жасым 30-ға келді. Енді тұрмысқа шығу дегенді ойламадым. Былай сөз айтқандардың бетін қайырып, жүрегім жаралы тасқа айналғандай. Бірақ тағдырым ба, әлде өмірдегі Құдайдың сүйген құлымыз ба? Мен 30 жасымда, құда бала 40 жасында екеуміз қосылдық. Мен құда балаға әйел болмаймын деп қашып кеткен күні үлкен шу болып, әпкем сасқанынан Дарикошты сол үйге келін етіпті. Енесі мен атасының көңілін қимай ма білмедім енді. Қайнынысы керек емес десе де әпкем қоярда қоймай той жасап, өз сіңілісін келін етіпті. Бір қызығы, құда бала Дарикошты әйел ретінде қарамай, тіпті қолының ұшында тигізбей жатпай қашып жүрген екен. Келін болғанына 1 ай болмай жатып, Дарикош, сен немене, мені сувенирге алдың ба? Мен сенің әйеліңмін дегенде, құда бала кешірім сұрап, киімдерін жиып, төркініне апарып тастапты. Бұл әңгіме арада неше жылдан кейін құда баладан естігенім. Екеумізді Астанада тағдыр кездестірді. Ол Дарикоштан кейін мүлдем үйленбей жүрген екен. Не үшін үйленбедің деп сұрай салдым. Сөйтсем мені әлі күнге дейін ұмыта алмай сүйетінін айтқанда жүрегім сыздап кетті. Ол маған, сен тұрмыста болсаң да болмасаң да, жанымда жоқ болсаң да өмір бақи сені сүйіп өтемін. Сені алғаш көргенде қатты ұнаттым. Сол сезіммен өмірімнің соңына дейін өмір сүремін деп айтқанда еріксіз жылап жібердім. Сол бір кездесуден кейін жай дос ретінде кездесіп жүріп, соңында өзім ұсыныс айтып, 31 жасқа жетпей 2023 жылы тұрмыс құрдым. Екеуміз бақытты отбасы